1 2 4 5 бәріне сәлем, қазақша стендапқа қош келдіңдер. Бір шапалақ жүрсіңдер, вот күштілеп тұрып. Мына дауысы шығып тұр ма? Молодец, рахмет. Бүгін сенімен сөйлесеміз. Көңіл күйлерің қалай, бір шапалақ жүрсіңдер, вот өздерің үшін. О, молодец. Қатты тұрып атсың, брат. Не үшін шапалақ ұрып атсың? Неге настроение күшті? Просто жоқ, қызық болмайды. Қандай басқа причина бар ма настроение күшті болуына? Просто өз-өзіңмен мәз болып отырсың ба? Өмірде сондай өзі. Так, сен брат, сенің настроениең не үшін күшті болып тұр? Қызық болып та үміттеніп отырмын. Барлық үміт бізге ма сонда? Өздеріңнен ешқандай хайыр жоқ па? Бірінші брат, бүгін бірінші рет келіп отырсың стендапқа, білмейсің не екенін. Чисто ютубтан көрдім да, сол күлкілі болады шығар деп келдім ба? Ондай болмайды бүгін. Есімің кім, брат? Алмат, молодец, бүйтіп андай бастықтар сияқты отырсың. Жасың нешеде? 22. Ой, 22-де бе, мен сен дәу шығар деп ойлап отырсам. Так, 22-де, молодец, жұмыс істейсің. IT-шник емессің. Кімсің? Әшін майдашиде ғой. Майдашиде? Болды, андай-мындай сатам деш. Примерно. Күшті сондай деген. Бүгін кіммен келдің? Әйеліммен. Уже үйленгенсің ба? 22-де үйленгенсің ба уже? Не деген шустрыйсың? Прикольно. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Майдашиден ақшасын құртасыз. Примерно. Сіз жұмыс істейсіз қайда? Госслужбада. Алмат үйде қалай? Алмат үйде қандай адам дейтіндер? Қош келдіңіздер. Қанша болды үйленгендеріңізге? 2-3 ай болды. 3 айға жақын. Молодец. 3 ай. Так, қазір қай? Декабрь? Примерно августтарда үйлендіңдер ма? Сентябрьде? Деп, соны сұрақ көтсең. Медовый месяцтен келдік. Серьезно? Қай жаққа бардыңдар? Малдив аралдарына деші. Таиландқа? Аман сен келдің бе әйтеуір? Қалай демалып келдің? Конечно, жақсы. Таиландқа барып, онша емес демалып келсең видно болады. Таиландқа барғандар бар ма арамызда? Көрдің бе, брат? Майдашидемен Таиландқа барып атсың сен. Ертең дөу заттар сатсаң, вообще қайда барасың? Прикольно. Сіздер де бүгін бірінші рет келіп отырсыңдар. Бүгін кіммен келдіңіз? Сестрамен. Екеуіңіз біріңіз туған сестралысыз? Есіміңіз кім? Ләззат. Бірінші рет келіп отырсыз. Білмейсіз стендап деген не екенін. Не деп ойлайсыз өзі стендап деген? Да, тест сізге. Стендап деген деп баса берсең болады, мектеп дегендей. Өйне ұялқаған емес. Ладно, Ләззат сестраңыздан сұрайын. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Лаура. Стендап деген не? Мен келдім уже екінші рет. Мен келдім, ана жол жауап беріп қойғам деш. Екінші рет келіп отырсыз. Примерно білесіз ғой правилаларды? Мысалы үшін не істеу, қандай правиланы білесіз? Күлу керек? Жақсы, молодец, жақсы правила екен. Қайда жұмыс істейсің? Турфирма. Таиландқа жіберген сен? Примерно. Сол виза, тур, не жасайсың? Бухгалтер екенсің. Сіз кім болып істейсіз? Нотариуста. Неге қиын жұмыстарды сізде? Нотариуста не істейтін едіңіз? Әрінен сиіп беретін ба баяғы? Аударма орталығы бізде. Оралмандармен, иностранецтермен. Қалай қайтан жіберіңіз? Бірге жұмыс істейміз скоро десең. Оралмандармен тағы да? Шетел азаматтармен ғой. Мен шетел азаматым ба не сонда? Прикольно, мен Өзбекстаннан келгенмін, значит мен сіздерге барып, типа бірден документтер жинап. Баяғыда болған ол тема. Роман нервқа тигенсіздер сол кезде бермей деп сонда. Міне, бізге сарқыта келді. Саламатсыз ба? Не алып келдіңіз? Ішінде не бар ана заттың? Укол? Кім онша емес әзілдейді, соны бүгін укол саламын. Сондай нәрсемен келдіңіз ба? Сіз не істейсіз? Уколды ма? Сосын? Оны не істейсіз дальше? Сосын сәлдеңе егем десе. Так, уколды? Кімге? Сұрамаш деген бір тіл екен, уже қызық болып отыр. Ортада қыз, сіз саламатсыз. Сіз христиан сияқты сондай, сондай стол жиналған сияқты ана жерде. Үшеуміз үш түрлі кланнан келдік. Будда десе. Есіміңіз кім? Неге капюшон киіп басып алғансыз до конца? Хакерсіз. Ау? Бота. Бота? Шын толық аты? Суббота.
кеше тиктокта сондай бір прикол көрдім просто. Суббота работа дейді. Бота молодец. Сен кеше келдің стендапқа, иә? Кеше талқылдың, иә? Кеше, короче, мына жерде сольник болған ғой менде. И осы қыз талқылады ғой, не о чем. Мен не о чем емес енді, реально талқылды. Валерьянка іздеп, не о чем стендапта. Кішкене арт жаққа отыршы, қазір шығып кетуге ыңғайлы болсын. О, молодец, бізде тағы да стендаптың резиденті бар екен десең. Нет, валерьянканы алып келдің ба бүгін? Нет, кеше реально талып қалды. Деп отырсыңдар ма? Реально талып қалды. Вот мына жерде айтишник. Сіз кіммен келдіңіз бүгін? Құрбыммен келдіңіз. Сіз жұмыс істейсіз, иә? Зарплатаңыз қанша? Деп сұрауға бола ма? Секрет, жасыңыз 165 мың десе. Нешедесіз? 26-тасыз уже? Вообще ұқсамайсыз. 27-ге ұқсайсыз дейтін тамадаған жұтқысы бар еді. Бүгін кіммен келдіңіз? Құрбыңызбен. Құрбыңызы сіз нешедесіз? Құрбыларды айырған стендап. Бір-бірін танисыңдар ма екеуің? Жаңа таныстыңдар. Неге құрбың бөлек отыр? Ол уколдан қорқады, иә? Неге бөлек отыр? Сен қасында кім отыр? Сен. Все, мен айтпасам отыра бересіңдер ме осылай? Так, құрбысы неге кешіп келдіңіз? Басқа? Өзіңіз қайда тұрасыз? Сайнада. Өзіңіз қайда тұрасыз? Нет, вообще айтып отырмын, мен ондай сайнаға ешқандай әңгімем жоқ. Мен өзім вообще оның жердің көтінде тұрамын вообще. Райымбек деген ауданды естігенсіз ба? Райымбек деген, вот сол Талдықорған жақта тұрамыз. Қайда тұрасыз? Мен Халық Арена жақта тұрмын. Мен Күшік екенсіз. Халық Арена халық бармайтын жер емес па, иә? Так, Халық Арена, сіз жұмыс істейсіз тоже? Тоже 25-тен? 25-тен. Нет, ондай, сіздердің жастарыңызды сұраған кезде ондай смущать етпейсіздер ма? Жоқ. Ондай жастан өткеттіңіздер өткен, иә? 23-те солай болатын еді. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Халық Аренада істесеңіз, вообще күшті жұмысқа былай бара саласыз. Қай жерде істейсіз? Мен кинода істеймін. Кинода. Любой нәрсені істей бересіз. Так, кинода кім болып? Продюсер болып. Неге мені алмайсыздар? Бірінші сұрақ. Түстіңіз ғой недавно бір киноға. Көрдіңіз бе бір şey? Так, ол сайтта ешкім көрсетпейтін еді ойлайсың. Маған уәде бермеді ғой олар көрсетпейміз деп. Так, басқа? Мен кіммен болдым ол кинода? Ау? Есімде жоқ? Значит, көп көретін болыпсыз ондай кинолар. Так, недавно, мен эпизодқа түскем, 15 секундтық. И мен 15 секундта екі қазақша, екі орысша фраза айтуым керек қой. Қазақшаны бір дубльмен түсірдік, орысшаны жарты күн түсірдік қой. Потому что поймем деген сөзді айта алмайды екен, оказывается. Еще оның қалдында тағы екі сөз бар, а как деген. И екеуін бөлек-бөлек айттым ғой мен. А как мы поймем деген сөзді, прикиньте, вообще айта алмадым. Продюсер болып істейсіз. Қандай киноны продюсер еттіңіз? Давайте айтыңызшы. Ұялып отырсыз ба? Қазақстанда ұялатын кинолар көп. Олай емес. Олай емес? Онда айтсаңызшы мақтанып. Мен мына киноны продюсер еткем вообще. Мен бизнес по казахскому. Қай сериясын? Кореядан бастап. Кореядан бастап екі уақыт болды емес өзі, иә? Корея, сосын? Турция, сосын? Ой, реклама басына алады. 29-нан бастап бизнес по казахски Индияда. Барлықтарыңыз келіңіздер киноға. Жоқ, мен аватарға пока ақша таппайынша бизнес по казахскиге бармаймын. 15 күн бар әлі, үлгересіздер. Мен 15 күнде не факт, что ақша табамын. Аватарға барғандар бар ма, шапалы ұрындар? Премьераға шақырам. Көрдіңдер ма? Стендаптың арқасында тегін. Неше билет? Сізге 2 билет. Все, 2 билет сатам, бизнес по казахски. Ау? Кіммен келесіз? Мен бармаймын. Мен сатып аватарға барам. Ладно, барам. Қазір бересіз ба? Деп сразу ақша сұралсын. Прикольно. Бизнес по казахски в Индии шығады. Не туралы? Күшті сұрақ сізге. Индияға барата бірдеңе сатып алғысы келеді, шай? Жоқ, оны 29 көресіздер. Ой, не деген маркетинг мынау? Так, не болады екен? Так, кинотеатрға барып жауабын іздейік. Так, касса бұйыртса осы жыл ең үлкен кассасы қай сериясы? Корея, иә? Жоқ, Турция. Турция қанша жинады? Миллиард. Бәсе, миллиард деген сөзді айта аласыздар сіздер. Миллиард? 200. Күшті, иә? Миллиард 200. Неге шақырасыздар бізді онда?
и так ақшаларыңыз көп десең. Осы жолы одан да күшті касса жинаймын деген үміттесіздер, иә? Ақша қомар екенсіздер. Сәттілік 29-дан бастап барлық кинотеатрларда бизнес по-казахски в Индияға барамыз. Алдыңғы час бизнес по-казахскиді вообще көрмегендер бар ма? Сен көрмедің ба? Мына кісіге тоже 2 билет берсеңіз болады. Вообще көрмегенсің ба? Мен сатайын деп отқан билетімді тегін беріп жүрдім. Шумға барасың ба? Вот артта бір жігіт келген екен. Ассалаумалейкум, брат. О, арттан. Қазақ әдебиетінің дауысы шықты ғой. Қалайсың, брат? Ау? Сіздің түріңіз, сіз қаралаусыз ба? Түріңіз светтен көрінбей тұр да просто. Иә? Есімің кім, брат? Дәурен. Жасыңыз? О, біз жас екенбіз, иә? Сен дей берейін, иә? Ыңғайлы ма саған? Дәурен, жұмыс істейсің сен уже? Атыраускийсің. Атыраускилар жұмыс істемейді деген сөз ба сонда? Атырауский мен баймын, мен нарахат. Сен нарахат. Так, Дәурен, сен байсың, иә? Квартира бар ма Алматыда? Как? Атыраулықтарда квартира жоқ. Ничего страшного. Барлығымыз әзіл түсінеміз ғой, брат, иә? Қазір шыққандан кейін бля, кешін, майда-шүйда үшін деп бір болттық жіберіп, ішке ондай әңгімелер болмасын, иә? Кстати, болттық сөздер болады деп сізге қарай айтсам. Болттық сөздер болады. Боп қалуы мүмкін арасында. Енді любой адам боқтайды ғой, иә? Мысал үшін сен уже түрің бля деп тұр. Бля, менен неге сұрадың деп. Бүгін қанша алдыңыздар билетті? 3000 теңгеге. Как сіздің кофтаңыз, иә? Бұлай қарандар. Не, бұндай әзілдер түсінесіз ғой, иә? 2500 шығар даже. Да, вот. Это хотел я сказать. Телефоны все беззвучные, брат, қалай? Дыбыссыз режимға қойыңыздар телефондарыңызды, айфондар обязательно. Стульчиктарыңызды дұрысталаңдар. Все, барлығы дұрыс қоя, идеально қоя. Қолдарын қозғалтпаңдар деп. Напрягта отырмай қойыңдар. Бос отыра беріңдер. Стульчик қозғалтуға болмайды дегенге датаға бит до конца. Бля, стульчик қозғалт. Ертең бүйтіп жүріп, бля, кеше стендап қойында стульчик қозғалт. Телефон неге көтермейсің? Примерно түсіндер ғой, все, бастаймыз. Бір шапалаға жөндір күшілеп тұрып, каждый. Мен екінші рет шығып отырмын. Бірінші рет проверкаға шықтым, ол кезде күшті күлдірткем. Екінші рет шығып отырмын, уже съемка. Мен есімім Баймұрат, мен 28-демін. И бүгін ғана мен киініп келдім осылай. Не, рубашкамен. Оның алдында 3 жыл бұрын кигем тойыма тек рубашканы. И мен түсіндірейін деп отқаным, мен постоянно қара кием, худи, жаңағы кепка, андай болып жүремін да, былай. И менде бір проблема бар. Сақал деген. Мен сақалды ұнатам. Мен үшін сақал деген ол жігіттің көркі. Қыздар шапалақтасаңыздаршы, орамал киіп. И бірақ біздің қоғамда, короче, андай қалыптасып қойған. Сақалың болса, саған чуть-чуть андай былай қарайды да, подозрениемен қарайды, короче. И бұл кәдімгідей дискриминация мен үшін. Сақалдың өйткені пайдалары көп. Мысалы, қыста шарф кимей қоюға болады. Сосын телефоныңды постоянно скидкамен ремонт жасайсың. Пайдалар көп негіз сақалдың. Бірақ постоянный проверкалар болады. Андай дополнительный проверкалар да. Аэропортта өтесің, как положено, қасында в стельку мас жігіт өтіп бара жатасың, и анан өткізіп жетті, саған кетті, можно у вас, пожалуйста, в отдельную комнату? Случайно бомбы нет? Надоело бар ғой. Ну, стереотип қой, шынымен де солай қарайды. И сақалдың тағы бір жақсы жері, егер де сен андай ерексе алмасаң, я болмаса төбелестен қорқсаң, сақал тағы болу керек. Ешкім жақындамайды. Сосын бүйтіп жүресің. Бұл көне сигма деп аталады. Сақалмен. Ешкім тиіспейді. Ешкім жақындамайды. Мен үйленгенмін. Әйелім де орамалда. И екеуміз, короче, парочкамыз, грубо говоря. Әйеліме де тиіседі, бірақ охранниктар не емес, орыстан кеткен татишкалар тиіседі, короче. ТРЦ-да, неде келді, айтады, неге сен жассың ғой,
орамалды неге киесің анау мынау деп часто болып кетті да ондай. И содан мен айтамын оған бір лайфхак айттым әйеліме. Егер саған біреу келіп солай тисе, просто оннан төмен қарай санай баста. Жаңағы неге киесің деген кезде 10, 9, 8 ешкім жақындамайды. Гарантия. Иә, рахмет. Әйелім екеуміз, в общем, үйлендік и кәдімгідей барлығы сияқты медовый месяцқа барғымыз келді. Медовый месяцқа барғымыз келді, туроператорға барамыз, туроператорға отырамыз. Қай жаққа барсақ болады деді, ол компьютернан қарайды. Бір кезде айтады, горячие страны есть, Сирия, Афганистан. Ну, жарайды, стереотип қой деп сұрап отырық енді дальше, типа, не, қанша тұрады, қалай тұрады, билет туда обратно ма? Бір кезде тұрады да, а зачем обратно дейді. Сондай. Әйелім да странный, жаңа жылда салют атайды дейді. Басын істей ма дедім. Салютқа бірдеме жарылса қатты қуанады әйелім. Оны айтамын. Сақалмен көп жағдайлар болды, жалпы. Бірақ чуть-чуть былай ауытқып кетейік. Менің әйелім бар және 2 балам бар. Рахмет. Әйелім де қуанған естіп. И, короче, 2 балам бар. Бірінші бала туған кезде прям страшно не болды, андай фильм болды. Короче, комнатада отырмын. Бір кезде әйелім тестпен кеп тұр, дірілдеп. Я беременна. Мен де жылап ана жерде, короче. Қатты ата-анамызға көрсетеміз бірінші нені тестті көрсетпейсің ғой енді. Жалпы келініздің аяғы ауыр деп. Олар да жылап, күшті болып андай. Прям романтика. До того андайға кетіп қалдық. Телеграмда канал ашып қойдық, екеуміз ғана бармыз, әйелім екеуміз. Дорогой сыночек, когда ты вырастешь, ты это прочтешь деп. До того сондай қуып кеттік, короче. Сондай енді романтика, фильм көріп алғанбыз ғой енді барлығымыз тойып. И әлі күнге дейін ұлым сондай ерке, қатты ерке. Сосын екінші балаға аяғым деппін ғой. Әйелімнің аяғы ауыр болды. Екінші балаға. Келіп тұр, мен аяғым ауыр дейді, и мен бірінші ойым. Такс. До родовой пособие істетіп алу керек. Баланың жағдай ешкімге қажет емес. Екінші баланың вообще қадір жоқ. Вообще екінші дегеннің қадір жоқ. Жаңа пособие істетіп аламын деймін. Мамаға барамыз, мама папаға барамыз, айтамыз. Вот келіндеріңіздің аяғы ауыр. Мама айтады, пособие істетіп алыңдар, дородовой. Түсінбей атқандар бар ғой да, походу. Дородовой пособие деген әйеліңе, короче, пенсионка лақтырасың. И содан кейін саған 7 айда декретке шыққан кезде ақша түседі. Нормально ақша түседі. И жағдайымды ойлап отырмын мен сразу. Әйелім де айтады, пособие істетіп аламын, айфон аламын деп. Мен айтамын, жынтсың ба? Пособиені жаңағы бала үшін, баланы айфон үшін туып жатсың ба, не деп. Одан да PlayStation алайық, 5-й. Өскен соң балаларымыз ойнайды, серьезно бүйтіп айтасың ба? Иә, екіншінің вообще қадірі жоқ. Мен соны түсіндім. Екінші президенттің қадірі жоқ қой, грубо говоря. Мысалы, Назарбаевтың қайда тұратынын білеміз, қашан туған күні екенін білеміз, кім туысқандар екенін білеміз до того ше. Тоқаевтың вообще ештеңе білмейміз. Тоқаевты білеміз, қызыл курткасы бар, Redmi бар, болды. Басқа жақында туған күні болды. Мысалы, ешкім бірде салют атылған жоқ. Даже әйелім атқан жоқ салютты. Ой, рахмет, жаным сол. Рахмет. И сақалмен бір ең кринжовый история болды. Сақалмен байланысты. Ну, дискриминация. Сақал life matters деген ең кринжовый история болды. Ол, короче, студенттік кезімізде болды. Біз студенттік кезімізде, мен дәл осындаймын. Қара киінем постоянно, сақалмен, андай, мужик мұғалімдер өздері баға қоятын. И, ну, просто андай түріме қарасам студент емес сияқтымын, бірақ студентпін. И сондай кезде бізде форумдар болатын, жаңа студенттерді апаратын. Біз
қуана баратынбыз ол жерге. Жаңағы өзіміз автобусқа тіреліп, таң атқаннан кешке дейін өзіміз. И, короче, барамыз, сондай форумға барамыз. Мен алдыңғы қатарда отырып қалдым. Екінші ма, үшінші қатарда отырып қалдым. И ойымда ештеңе жоқ, отырмын, ұйқым келіп, как обычно. И бір кезде қасымдағы жігіт айтады, типа, қазір Назарбаев түседі да, жастардың қолын алады дейді. И менде ой пайда болды. Назарбаевтың қолын алып қою керек. Бірінші президент қой, по-любому. Ертең шал болған кезде айтамын, мына қолмен мен Назарбаевтың қолын ұстадым деймін да. Шал кезімде насыбай атам деп шештім. И екінші планда пайда болды. Ол Назарбаевтың қолын алып, жағдайын жасап аламын деген. Енді барлығы сондай болып жүр ғой қазір, по-любому. Бүкіл сол кісінің қолын алып, жағдайын жасап алып отыр. Сонда екі план, короче. Бір кезде Назарбаев түсіп келе жатыр, и артымнан давка басталды. Давка басталды. И мен түсіндім, то что менде емес жалғыз ондай план. Назарбаевтың қолын алып, жағдайын істеп алу деген. Ладно деп бір кезде артыма қарап, жай итермендерші деп айтқам. Сол кезде служба охраны президентінің бірінші взглядын ұстадым өзімде. Андай болады ғой, саған біреу қарап тұрған сезесің, тіреліп. Бірақ қай жерден екенін білмейсің. Андай әдемі қыздар біледі ондай чувствоны. Мысалы, ладно. И сөйтіп нетіп отырмын, короче, ұмтылып отырмын алдыға қарай. Ұмтылып отырмын. Бұлай тұрмын ғой енді. Дәл бұлай тұрып жақындап келе жатқан кезде сіздерді когда-нибудь 6 еркек одновременно қылғындырып көрді ме? Мойнынан. Өзімді анау мемдағыдай сезініп қалдым. Қыз жатады ғой, талпа негрлер. Сондай сезініп қалдым. Сөйтіп ұстап алды да, бүйтіп алып кет, лақтыр жет, короче. Лақтыр жет. Түк болған жоқ. Просто оқысын қолын алмай қалдым. Сол айтайын дегем. Түсіріліп отыр да, по-любому. Түсіріліп отыр. Құрметті, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, сіз явно қазақша стендап көресіз. Сол үшін міне, менде әлі желание бар сіздің қолыңызды алуға. Мен басқа депутаттар сияқты секіріп кетпеймін до конца. Қолыңызды аламын. Егер сізде де желание болса, онда охранниктарыңыздан сұраңыз. Олар менің қай жерде тұратынын біледі. Менде болса, рахмет, бір қошеметтеп қойсаңыздар. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Қандай адамдар келіп отыр бүгін? Жизнь радостный. Сен бір адамдар деп отқан? А сен де деген келіп отыр ма тоже? Де, пожалуйста. Қысылмаңдар, андай съемка болады дегеннен бастап андай болып қалды халық. Қорқып қалдыңдар да, бірдеңеден қорықпаңдар, бәрі ешкім жоқ, өзіміз ғой. Талғат, Нариман, Жібек, Салтанат. Свободно, өздерің вообще еркін ұстаңдар. Біз бостандықтамыз ғой. Ешкімге немеспіз ғой. Так что свободно күліп, еркін ойын жеткізе алатын Қазақстанда өмір сүріп жатқандарымызды көрсетіп отырайықшы, пожалуйста. Бұл мынандай шапалақ. Енді мынандай шапалақ бар. Андай күлкіге ерсі күлетіндер болады ғой, бір андай қатты күледі. Мына сахнада, залда отырған кезде қарап қаласың ғой. Тұрып күлетіндер болады ғой. Шапалақты да сөйтіп ұратын эмоциональный адамдар болады ғой. Солай бір шапалақ ұрайықшы, кәдімгі. Дико. Ерсі кәдімгі. Ерсі. Так. Ерсіленгенде үстіп ерсіленесіңдер, иә? Так, енді андай статный, бәрін көрген, үлкен қалада өмір сүретін, оқыған, белгілі бір білімі бар, өзін жақсы көретін, өзіне қымбатты дүниені сыйлай алатын, театрға баратын көрермендер болады ғой, костюм шалбармен келген. Солар сияқты тұрыңдар, шапалақты көрейін. И кетті. Зачем? Өздерің как есть, сен қалайсың, өзің солай болды. Өтірік айтпа, ешқай жерде. Өтіріктің түрлері бар ғой. Әртүрлі. Андай өтірік айтатындар бар, короче. Тек қана сөз емес қой өтірік айту деген. Өтірік айту, өзіңе өтірік айту адамдар болады, өзіне өтірік айтып қояды. Потом сосын өзінің өтірігіне өзі сеніп қалатындар болады.
сосын мен сондаймын деп ойлап жүреді олар бар ғой мен дерзкиймін деп та жақсы. Так что өздеріңе өтірік айтпаңдар. И отырған кезде де, и вообще любой адаммен, и отношенияда да, любой жерде тек қана шынайылық болса, тез финалын тауып аласың ғой. Так что мына жерде де шып шынайы отырайық. Мен де қазір шып шынайы әңгімені бастаймын. Кеттік па? Все. Алып шыққан, киіп шыққан себебін айтамын қазір. Мен бүгін вообще дайын емес болып шықтым. Ешқандай ештеңе, просто хотел проверить себя, и вообще как сахнада 10 жыл жүрген адам ретінде, и мен осындай жастарды әңгімемді ерте аламын ба, и сол жерде импровизировать етіп күлдіре аламын ба деп жатырдым. Шүкір, мне кажется, получается, да, что-то? Шүкір. Просто мысльдарыммен бөлсем, өте қатты ұнайды осы жердегі балдар. Жастар ғой, аңсаған мысалға менің бұрынғы өміріммен келе жатырған сияқты. Андай, менде де бір кішкентай кезімде ең бірінші 20 жастарымда бір қыздардың вниманиесіне қатты ұшырадым. И қазір аңсағаннан соны көремін да, примерно. Мен сияқты бүйтіп өсіп келе жатырған бала ғой, енді мен енді 32-демін қазір. Жаңа 2 бала деп әңгіме айтып отыр ғой, мен 4 балам бар, 5-сіне кетіп жатырық бар ғой. Мен проблемам басқа. Просто ананы көремін өсіп келе жатқан, и мен оған айтамын да, былай, мынандай жерде, мынандай шұңқырларға түспе, мынандай шұңқырларға түспе деп айтамын ғой, соның бәріне түсіп келе жатыр аңсаған. О, смешно, нормально. Есентай молға баратындар, ал шапал алғырындар осы жерде, андай стендапский вариант болсын. Есентай молға көбінесе барған жақсы көретіндер. Не үшін барамыз ол жаққа? Неге мысалға Достық плаза емес, неге Мега емес, неге именно Есентай? О, здрасте. Орысша ма в основном? Онда не орысша бастадыңыз? Өйткені сен Есентайға барасың ғой. Неге, примерно, айта аласың ба? Сол жақта Несімен? Атмосфера, жарық, қандай, соңғы үлгіде, несі, архитектурасы бәрі түгел. Вайбова деген сөзді 32 жастағы жігітке айтып тұрсың ғой сен, да? Так, мынандай нәрсе бар. Ойлаймын да, Есентай молда мынандай куртка кигендер, әртүрлі форматта, даже андай пафосный, жаңа Прада киетіндер, тағы басқа өмірде бах етіп тесіп шыққан адамдар жүр ғой енді. И дәл солай простой адамдарды келіп байқайсыңдар ма? Кәдімгідей орамал тағып башып түскен баласын қолына алып келіп, екеуі де бір продукт тұтынады. Бір продукты. И мен ойлаймын да, мыналар нені түсініп тұр, мыналар нені түсінбей тұр. Қалай өтіп кетеді мына жаққа қарай деп та. Потому что бәріміз аналар өздерінің өмірлерін жақсы көреді. Аналар барған, примерно қараған, бутиктарды қараған, и определенный период мотивация алған, то что соның киінгісі келетін. Ризығы бір, то есть. Анау да сондай өмір сүріп жатыр, бірақ арзандауын алады миында. Кедейлеу да. Анау миында байлау. На самом деле мынаның ақшасы мынадан көп негізі. Мал дофига да мынаның бар ғой, короче. Ауылдан келеді, қайда барарын білмейді, не аламыз, мынандай сатып жатыр. И мына жақтан аккуратно өмір сүріп, бірақ анау-мынауға несін бере алмайды, мыналар сияқты кең емес. Но бірақ андай да, құдай біледі енді, ар жағына кірмей қойын. Но сол ойлаймын да, ертең мыналар да бір күні бүйтіп Есентайға барып, ох деп алып бастайды, бұлар да бүйтіп четкий киініп алады да, новенькилерге не алып жүр мынау дейтін сияқты бар ғой. Так что өзіміздің артымызды ұмытып қалмайық деген сияқты ғой. В общем, қандай деңгейге Құдай көтерсе де, в общем, өзіміздің форматымызда болайық. Мына мен жеке концертте дайындалып жүрген адаммын, жалпы мысльдарым ғой, мына кішкене. Жігіттердің көмегімен, барлығымен осы жерде пісіреміз ғой бәрін. Скучно болып кеткен жоқ па? Бәрі нормально ма? Жалғастыра берейін ба? Все, сіздер кет дегенде кетем. Все болды, ақпат кетші болды деп. Все, рахмет деп кет. Мен 4 баладан кейін, то есть 3 баладан кейін 4-ші қыз дүниеге келді. Мен осы ойыммен бөлістім. Бір жерлерде көргендер бар шығар, может көрмеген шығар. Қатты хит болып кетпеген шығар, бәрін көріп қоятындай да. Бір форумда арнайы бір жастарға айтылған. Мынандай болды. Мен қызым дүниеге келді, 4-ші ұлдарға мен андай ұрыс жібере аламын бар ғой. Кет ана жаққа деп та. Былай деп кейде андай үйреніп алған сөздеріміз бар ғой стендаптан. Боқтап жіберуі мүмкінсің деген сияқты десең. Өзіңнен көрмейсің ба, стендаптан көріп жүргенсің ба? Боғауыз айтатыныңды. Десең. Соңында қызға деген отношение бөлек екен да, қыз келіп қалған кезде андай алдап жүресің, жылап жатса, паниковать етіп жатса, терезеге қаратып, вообще бала жуып жатқан кезде біз қуып кетеміз ғой, байқайсыңдар ма? Ана қарап,
мына терезеден көрсетіп не етемін, терезеде дым жоқ, еба. Ана жақтан не таба алмай, машина өтіп бара жатыр, еба. О, қыз, по-моему, балдар сөйтіп сол кезде бүйтіп жылайтын сияқты. Бұны жаман қуады екен ғой, мына кіммен тұрып жатырмын деп жылайды. Сөйтіп қуып жатасың ғой, сөйтіп күлдіріп жібересің, басқа нәрсе істейсің, ойлайсың да, мына қыздың бұйырса күйеуі мен сияқты қараса екен деп та, где-то паниковать етіп шайып жатқан кезде қыз қуады ғой енді, по-любому кейде. Кейде емес, кейде дегенде. Сол периодтарда мен сияқты алдай алса екен деген сияқты да, сондай жаңа көңіл күйін сөйтіп ұстай алатындай бір жігіт тап болса екен деген ой келеді да, күндердің күні ойланамын да, қатынымды әкесі сөйтіп айтқан шығар где-то да, мен бля қызымның күйеуі сондай болса екен деген сияқты, сондай ой кіргізді да, миыма фык еткізіп үлкейіп кетті сәл. Вообще қыздарға деген құрмет өсіп кетті менде лично. Енді сосын жастармен бөлсем, жігіттермен бөлсем, жалпы мен тыңдайтын, менен кейінгі көрермендерге где-то пайдалы болсам, мен қуаныштымын, мен бақытым сол. Все, рахмет, сіздермен бірге болған Ақболат. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ақболатқа бір шапалақ ұрасыздар-ау. Ақболат болсын, өмірі күшті қандай. Іші болған көкелер әңгіме айтып кеткен сияқты кетті ма? Сәл мас бол, көке нормально, дұрыс қой да, айтып отырғаным дұрыс қой да деп. Досымды түсінуге болады. Бір заманда бұл кісі, негізі бұл заманнан емес бұл кісі. Бұл Мұқағалилармен бірге өмір сүру керек еді деп ойлаймын. Өз басым ғой, сол ойлаймын да. Мұқағалидың заманында өмір сүргенде Ақболат Мұқағалиды жазушылар одағынан шығартқызбайтын еді бар ғой. Уговаривать етіп алып қалайық, нормальный жігіт по идее, ебать. Ну, болады, ішеді, кім ішпейді? Нормальный жігіт, мына жағына шашын қарашы деп кәдімгі күшті алып қалатын сияқты. Бұл кісі болғанда ашаршылық болмай ма деп те ойлап қоямын. Басқалар ашаршылық болып елдер қырылып жатқан кезде біз мантын тыквамен жеп отыратын сияқтымыз деп ойлаймын да. Ақболатқа бір қошеметтеріңіз. Бүгін кім билет алып келді? Қанша теңге вообще билет бүгін? 3000 алып келдіңдер ма? 3000-ға деген бургер жеуге болатын еді ғой. Бір жерде кәдімгі 2 котлетімен бірге пепсимен. Жалко дейді, жалко. Жалко ма қалай негізі? Біз просто орыс тілден дышағай берді ауылда, епті. Кішкене сауат жағымыз кішкене келмейді. Сондай кішкене тупойлығымыз бар, Аллаға шүкір деп айтайын. Мен Аралданмын. Аралда кім болды? Баратын жеріміз Советой. Солай. Негізі өзімнің өмір сүру поведением өзіме ұнамай жүр соңғы кездер. Неге десең, қараңғы кезіндегі жазушыларды айтамын да, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, күн болмасам, күн болам деген ғой. Сұлтанмахмұт Торайғыров мысалы сөйтіп айтқан ғой. Мен жасым 34-те, мен қатынға соңғы 94 дейтін кім звондаған деген әңгіме айтып жүрмін. Былай қарасаң, сосын ойланып қоямын. Ойланам бар ғой, бір серьезный болу керек деп та, типа, кітап жазам деп шештім алдында. Кітап жазам деп шештім да, бірінші бетін ашып кіріспе деп жазып қойдым. Бір ана ашқан сайын, уже кіріспе маған басқаша елестететін болды уже бар ғой. Ашам ғой кіріспе деп жауапты. Кіріспе барға да, сенің темаң емес, родной, кетші деп айтатын сияқты да, өзімнің ойым ғой. Енді ол оказывается кітап жазуға білім керек екен ғой. Бірдеңе сүйеніп жазу керек екен ғой, оказывается. Менде ондай білім болған жоқ. Өйткені неге десеңдер, мен қалада жеңгемнің үйінде тұрдым. Ағамның емес, жеңгемнің үйінде тұрдым. Ағам ана үйде қаям шешпейді, ана үйде бар ғой, ағам. Мен советую, егер қалада тұратын болсаңдар, жеңгемен зайбис болыңдар бар ғой, братан іштеме шешпейді. Біздің братан Афғанда болған ғой. Қаншама афғандарды қырғанда анау. Бір қатынға әлі келмейді ғой, өп, қолында мылтығы да жоқ қой жеңгенің. Білмеймін неге олай. Өйткені андай біреудің үйінде тұрып оқу, ол да, действительно. Сағат 11-ден қалып қойсаң, уже анау түрме болады, уже зона кіргізбейді, уже жауып тастайды дейсің. Үйге жаймен келесің ғой, жаймен. Жеңгенің үйінде тұрып оқитындар білет, бейсіп кіріп, бейсіп жайлап, бейтіп. Жеңгең өзі. Келдің ба? Деп өтіп кетеді шашына жерді, үрпейіп бәне қалай ұстап қалатын. Солың үйінде туалетке кіру вообще білесіздер ғой да, бір жеңгенің үйінде туалетке кіру, бейсіп кіресің ғой, есік жаймен ашып, бейсіп кіресің, жайлап есік жабасың,
отырасың кәдімгідей бүйтіп сүртесің, кәдімгі төртбұрышты қылып тастайсың, ананы бар ғой, сосын артыңды бар ғой былай жуасың, ананы бар ғой до конца кетіріп, ана унитазды бүйтіп новыйдан туалет салып шығасың ғой, ана. Солай деп ойлаймын да, оказывается. Мен сол үйден нені үйрендім? Мен, оказывается, жаңағыдай перфекционизмді үйреніп кеттім. Оказывается, мен осыған шейін жыным келеді, анау шашылып жатса жыным келеді дейтін едім ғой ауылда жүрген кезде. Оказывается, ол қалаға келген кезде оның теория жаңа атауы перфекционизм екен, короче. Соған миым жетті, короче. И перфекционизмнің жаман жері де бар, келмейтін кезде келіп қалады. Автобусқа кіресің ғой, бір көкелер болады ғой, атып тұрғады да, тұрып қалады ғой. И ана шалбары до конца бұтына кіріп тұратын болады ғой. Анау саған тыныштық бермейді, анау бар ғой. Ана жерді бүйтіп қолыңы тартып, бүйтіп шығарып жіберу сенің азаматтық борышың сияқты ана алдында бар ғой. Анау еще до конца линия болып тұрады ғой, бар ғой. Ойлайсың, анау қандай нәрсе киіп шықты ішінен, еба ол до конца ондай не болып тұратын деп бар ғой. Сол жаман жыным келді сондай нәрсеге. Үйленген мен Данияр атын ұмытып қала бердім мен атым оказывается Данияр екен ғой деген сияқты да. Үйленгем, әйелім бар, Мөлдір дейтін. Әйелімнің мен соңғы варианты болдым. Соңғы варианты. Ол да менің де ол соңғы вариантым болды. Өйткені екеуміз 28-де болдық, короче. Біз үйленетініміз просто шайдың үстіне шешіліп қалды. Үйленесің бе, давай көрейік деп сөйтіп үйленіп кеттік, короче, бар ғой. Мен жүресің бе деген болған жоқ, короче, бар ғой. Мен әйелімнің мамандығы акушер-гинеколог. Үйге келесің ғой, қолың жуып келші, пожалуйста, не ұстағанын білмейміз ғой. Жаман тазайын ғой, сондайлар бар, қолың жуып келесің бе, ана кәдімгідей айтады да. Сосын мен қатынға айтамын, сенің мамандығың қандай екенін мен білемін. Бәс сен немен айналысады, не ұстап келгеніңді білемін. Бірақ мен саған қолың жуып келші деп айтпаймын ғой. Жей берейік тамақ. Біздің қатын сондай қатты, андай басқа қатындарға ұқсамайды. Менің қатынымды Мұқағали көрсе, братан, өлең шығара алмадым деп айтатына. Татауы қиын адамда. Біздің қатынмен ұрсасын ғой. Неге бәрі сондай ма? Әйелдер ұрсқан кезде құлақ естімей қалады ғой, байқайсыздар ма? Қатындар тек айтады ғой, тыңдамайды ғой, білесіздер ма? Дакан қасында тұрасың тек, я, жо, енді я. Да, мысалы, я, жо, я. Қасына бүйтіп тұрасың, я деп. Кәдімгідей сөйлей алмайтын адамдар сияқты болып тұрасың қасында. Андай болады ғой, типа сөйлеп жатады, и ортасына кіре алмайсың, андай болады. Машинамен кетасыздар ғой. И мына қарай встреча машина жүріп жатады, ана поворотник жағып қойсаң, ортасына кіре алмай тұрасың, бейшара қыз. Тура сондай. Әйелім жақында туған күні болды, и мен оны құттықтауға ұмытып кеттім. Еркек үшін одан асқан жамандық жоқ деп ойлаймын өмірде. Егер бір жігітті жақтырмасаң, айту керексің, қатын туғанын ұмытып кеттім. Бейшара деп та, типа да. Неге десеңіздер, мен туған күні ұмытып кеттім құттықтауға, тем более менің қатынымның. Ол түнде 12-ден 1 кеткен кезде мынандай SMS келді WhatsApp-қа. Ештеңе ұмытып кеткен жоқсың ба? 3 минуттан кейін. Кіммен жатсың? Уже телефон жауап бермейсің ғой, уже кіммен жатырды, біреумен жатқызып тастайды сені бар ғой, сразу. Қыз дайын тұрады, періп жібересің, оны сразу солай сияқты да. Ол көтермей қалдың, бір жағдайлар болып қалды, мен ұйықтап жатырмын ол жерде. Содан кейін 37 аудиозвонок пропущенный. 48 рет видеозвонок. Болды, все, ажырасамыз деген сообщение содан кейін. Сосын талпа смайликтер, қыз менде қалады дейтін, короче. Өзім сосын шамалдан кейін 2 сағат үндемей қалғанда, бәрібір мен сені сүйемін деген жазды ғой. Өзі ажырасып, өзі қосылып жатыр ғой. Таңертең қарасам, соткының өзі братан анаумен сөйлесші, танасы. И таңертең звондадым, и қатынға обратно. И көтеріп қалды телефонды. Дейді ғой. Сосын айттым, мен Рекс телефонды Мөлдірге бере қоясың ба дедім. Сондай өте қиын адамдар. Біздің қатынның сұрақтары өте қиын сұрақтар. Түнгі сағат 4 болады ғой. Ебе ұйықтап жатасың. И саған сұрақ қояды. Ұйықтап жатсың ғой түнгі 4-те. Сен мені жақсы көрмейтін сияқтысың дейді. Қандай шайтан? Ұйықтамай келіп, оны азғырып кеткен. Түнгі сағат 4-те келіп, ана біреумен жатып жүр. Қарашы шанасы, не ұйқы сенікі деп. Сөйтіп айтатын сияқты да, не жатсың ана? Ана біреу перісіп жүр. Қараған деген сияқты да. 4-те оянасың. Зәт,
сен мені жақсы көрмейтін сияқтысың. Не аманшылық па? Не болды? Мен соны мөлдір айттым, мөлдір. Түнгі 4-те кім келсе де жақсы көрмеймін мен. Кәмшат Жолдыбаева келсе де ертең таңертең келесің бе деп айтасың оған бар ғой. Мен де осымен бітті. Көп рахмет баршаларыңызға. Check the mic and make sure it sound right, boys.